Достар, сіздермен Дэн YouTube каналы. Бүгін біз сіздермен және үшінші бөлім түсіретін боламыз. Мен бір видео түсірдім. Выживание 3-ті түсіріп қойған едім. Бірақ ол удаление болып кетті. Мен полды жасап қойған едім. Сіздерге шын айтамын. Мен оны креативте жасаған жоқпын. Міне, осылай пол жасап қойып едім. Енді бізге дәл қазір песок керек, чтобы ана нені істеу үшін, терезелерді істеу үшін. Достар, бұл мен сіздерге ана жолы айта кеткендей, выживание 3, бұл 3 выживанияның біздің осы Майнкрафт ойнауымыздың бітуіне қанша қалай еді, ұмытып қалдым. 2 бөлім қалды. Мен сіздерге ана жолы айтқан едім. Мен тек 5 бөлімнен түсірем деп, міне 5 бөлім, 5-ші бөлімге де таяп қалды, достар. 5-ші бөлімнен кейін мен басқа да видеолар түсіретін боламын. Сіздерге айттым. О, ешка не вешка, больно не больно дегенде өлең бар. Мен кіріп қойын, мына жерде болу керек. Ахай. Енді бізге тек бір ғана қой керек. Бір ғана қойдан песок, оны бой. Достар, блок екен. Печка. Бізде печка жоқ екен, достар. Біз печка алайық. Біз түнді жасамаймыз. Түн болмау керек. Мен кровать тапқанша түн жасамаймын, достар. Себебі біз өмір сүре алмаймыз түнде. Сондықтан да о, зомби келіпті. Сәлем. Сау бол, кет. Ол бізді ұрмау керек, біз жанбаймыз, жан кетпейді дегендей. Болды, енді мына жақпен барайық. Сақтықта қорлық жоқ. Ой. Жауып қойық. Енді бергі жақпен шығып кетейік. Так, енді бергі жақтағы неге барып, біз андай не алуымыз керек. Тас аламыз, тас алғаннан кейін одан печка жасаймыз, печкадан андай не жасайтын боламыз. Аты қалай еді? Терезе жасайтын боламыз. Мына жаққа су өтіп кетті. Сондықтан да мына жерді жаба салайық. Мына жерден су келетін шығар. Жоқ, келген жоқ. Бізге, ой, достар, мен жындымын ғой, ай. Менде бар еді ғой пешка. Достар, ұмытып қалдым, кешіріңіздер мені. Осы қылғым үшін кешіре кетіңіздер. Енді үйге кеттім. Мен үйім өте әдемі болып келе жатыр, достар, шынымды айтсам. Бүгінгі серияда біз огород жасаймыз, және де терезелерімізді жасайтын боламыз. Так, мынаны саламыз. Так, кішкене песочный жинап білейін. Так, кішкене песочный жинайын, достар. Мына баяғы орнына қойық, мына түсіріп тұратын заттың. Достар, 3 минуттың ішінде біз көргендеріңізде не жасап үлгердік? Бәрін де жасап үлгердік. Мынау атат қазір бізде, сондықтан басқа жаққа барғанымыз дұрыс болар деп ойлаймын. Так. Мен қазып жатырмын. Достар, менің видеоларым сіздерге ұнайтын болса, каналға подписаться етеміз, лайкты басамыз. Ұнамайтын болса, білмеймін, өздеріңіз біліңіздер, мен сіздерге лайк қойыңыздар деп әурешілік қылмаймын. О, алма, достар. Біз осы алмалардан не жасауымызға болады? Алтын. О, достар, алақай десемде жарасып кетеді. Себебі мен қой таптым. Біз қойдан енді өзімізге жастықпен жататын анандай төсек жасай аламыз. Не? Тоқтаңыздар, мен дастарханның басына барып жейін. Оп, енді жей бастайын тамағымды. Рахат, енді мен кеттім. Тамағымды жеп болдым. Ой, печкаға кеттім. Үйдің іші пустой. Ой, бұл емес еді ғой. Жарайды, тұра берсінші. Мына жерге
Мынадан чуть-чуть, ой, 23-тің бәрін салып жіберіппін. Істеп тұрамыз енді достар. Бұған осы жетеді. Жоқ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мынаған 10 жетеді. Мынаған қалған бәрін салып жіберейік. Себеп бұл 32 тал, 32 талға. Біз стекло аламыз. Стекло өте аз. Аз деппін ғой. Бізге жету керек. Стекло біз мына жақтан сонда да ағаш шабуды тоқтатпаймыз. Ағаш шабуды тоқтатсақ, ар жақтан елімізде тоқтап қалады. Стеклоларымызда. Сондықтан да жүргізу жұмыстарын тоқтатпауымыз қажет. Тағы да вешкі таптым. Бұл өте жақсы жаңалық болып жатыр. Менің бүгінгі күнім өте тамаша өтіп жатыр, достар. Неге шынымды айтсам, бүгін маған ұнап жатыр осы. Бүгін Майнкрафтта маған сәтті күн болды. Так. Қазір 16 қылсаймыз да, сосын скрафт етсек 64 болады, сосын жеткілікті болады. Так. Шошқа. Мен қазақпын, шошқаның етін жемеймін Майнкрафтта да. Достар, мен мына жерде бұрын сізмен видеоның біреуінде қалай читсіз чест салуға болады деген түсіріп жүргем. Осы жерде сосын әрі қарай үй салып кеттім. Міне, бірінші видеом сол жақтан болды. Кажется, бізге жеткілікті осы кәсше. Ендеше ағашты алайық. Ағашты скрафт еттік. Енді барып көрейін. Стеклоларымыз өте көп біздің. 64 штук шықса жақсы болар еді. Жоқ, кәсше жақсы жанып жатыр. Мына жақта. Мына жерде 10 бар. Мұнаны тағы аламын. Алдым. Енді бізде 20 тал болады. Осы 20 талды қойып шығайық. 20 талды қойып тастайық. Сосын бізге ешкімде ештеңе істей алмайды. Осы терезенің арқасында. Хоп. Міне, көргендеріңізде үйіміз өте тамаша болып келе жатыр. Бәрі выживанияда істелді. Ешқандай да анандай геймодқа кірген жоқпын, достар. Как раз жетті. Енді тек қана мына жер қалып тұр. Осы жерді істесем, үйім өте тамаша болады. Және мен мына жаққа ағаштар егін егемін деп сіздерге уәде берген болатынмын. Бүгін сол уәдемде тұрамын. Ең алдымен бізге анандай қоршау жасау қажет болады. Так, қоршаудан жоқ. Ең алдымен осындай алайық. Егіншіліктен біреу. Палка міне. Бүйтіп. Мынадан төртеу ала салайық. Енді бізде ағаш 30 тал қалады. Бұл өте жеткілікті. Керек десеңіздер артып та қалады. Біз семена еге десембіз. Семена не екенін білмеймін. Тоқтаңыздар. Біздің зауырымыз 9 тал екен. Жететін шығар, достар, білмеймін. Енді нанымызды аламыз. Судың жанына егу керек. Біз ананы өлтіруім керек. Обязательно. 1, 2, 3 кеттім. Өліп қалуында ғажап емес, достар. Өлмеймін. Себеп не жақтан шығып кеттім. Дөрбес, сені өлтіріп тамағын жеп алайын. Етіңді жеп алайын. Етің өте тәтті секілді. Ет. Неге отравление болып кеттің етін? Себеп мен қуырған жоқпын ғой, достар. Тигізе бермес сен маған. Жабайы. Ойбай! Біз өлдік, достар. Конечно, біз өлеміз. Себеп бізде азақ шан болды. Өлмепті. Жабайы. Енді налардың бәрін аламыз. Бұлардың бәрі бізге керекті зат. Бұлар біз ештеңе істей алмас едік. Ойбай, семена. Шерсть. Бұл жерде бізге ұйықтауға көмектесетін зат шерсть. Өлтірдім, достар. Енді мына жерге мен земля қоям. Сосын соны қоршақ қоям. Так, енді земля қойдық. Мұнымен жұмыс істеуге кірісейік. Так,
судың жанында тұрады. Енді семена бізде екеу ақ екен, достар. Екеу жетеді. Енді бізге қоршауымыз міне. Енді қоршаумен осылай қоршап шығайық. Мына жерді былай істей салайық. Осылай істейміз. Енді қоршауымызды сақ қойсақ болатын шығар. Ойбай! Ой, достар, қателесіп кеттім. Машықпайдым өзім. Енді мен қылышпен шөп шабуға кірісейін. Ой, кактус маған өте ұнамайды. Қатты ұнамайды маған кактус. Ұнамайды да даже. Енді андай шөп жаққа барайын. Неге сендер өлмейсіңдер? Енді мына жақта не бар еді бізде? О, 2 аяқ стекло. Мынада өте көп. Дегенде 9 ақ екен. Осынша стеклодан 11 тал шықты. Так. Қазір стопқа қоя тұрайын. Болды, бастай берейік, достар. Істеп болдым. Енді міне, үйіміз өте әдемі болып шықты. Енді мен семенамды жалғастырайын. Шыққан жоқ. Семена шықпайтын да секілді. О, шықты. Екеуі шығыпты. Бізге екеуі жетеді сияқты. Так, екеуден асты деп ойлаймын. Ой, әлі де екеу. Так. Қойыңыздар, мен барып ұйықтайын. Так, жабайын есікті. Мұнда менде кровать. Так. Опа. Менде мұнда 2 шерест. И мұнда бір талон алам. Сонда менде кровать шығады. Кроватты аламыз. Кроватты алып, мұнда қоям. Міне, и осы жерде ұйықтаймын. Ұйықтап жатырмыз. Тәп-тәтті ұйықтадық. Бүгінгі күн өте тамаша болды. Енді бер жаққа келеміз. Мен енді осы заттарды салып қойын. Так. Тез салайық та, тез семена жинап, тез видеоны аяқтайық, достар. Ойбай, 12 минут кетіп қалыпты. Мен өзім сезбей қалдым, достар. Шынымды айтсам. Так, семена шыққан жоқ. Шықпады. Достар, мына жерде көп шықпайды екен. Так, көп шығып жатқан жоқ. Опа. Ой, шықты, 3 тал болды. Жоқ, 4 тал болып кетті. Осы жерден жинай берейік, достар. Сосын жаңағы жерімізді істеп, видеоны аяқтаймыз. Так. Тез шабу. Бізде жеткілікті 6 болды. Осы 6-ын аламыз. Сосын бізге сүйек керек болады. Бұларды тез өсіру үшін. Бірақ мен тез өсіргім келмейді. О, өсіпті менде бір талы. Достар, бір данасы. Енді мұнда егенімді. Алып келген егінім бітті. Енді егін бітті. Видеода бітті, достар. Келесіде жалғастыратын боламыз. Так, аяқтай салайын. Қазір аяқтай, мынаған кіреміз. Настройка. Так, мынаған кіреміз. Достар, сіздермен болғанда YouTube каналға подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаймыз. Сосын Нубик KZ деген каналға жазыламыз. Сау сәлеметте болың.